Сәлеметсіздер ме кітапсүйер қауым. Бүгін мен сіздерді классик жазушы Төлен Әбдіктің оң қол шығармасымен таныстырғалы отырмын. Төлен Әбдік адам жанын терең қопарып, зерттеп жазатын жазушы. Оның қаламынан туған әңгімелер қазақ прозасының тақырыптық қана емес, философиялық, психологиялық тұрғысынан да көптеген жаңалықтар әкелді. Кейіпкерлерін қоршаған орта мен құндылықтар қақтығысына түсіру арқылы мәңгі адамзаттық мәселелерді көтеріп, шешімін іздейді. Қаламгердің әңгімелері бізге беймәлім адам жанының кейбір тұстарын сипаттаумен, әрі оның түпкі себебін табуға ұмтылумен ерекше. Оң қол қаламгердің 25 жасында жазған алғашқы әңгімелерінің бірі. Жазушының есімін де қалың оқырманға кеңінен таныстырған осы туынды. Әңгімеде жас дәрігердің көрген оқиғасы баяндалады. Бас кейіпкер психиатриялық ауруханаға түскен Алма есімді бойжеткен. Ол психопатологияның бір түріне ұшыраған, яғни тұлғаның өз ішінен екіге жарылуы. Науқас қыз ұйқыға батқанда өзінің оң қолы шабуыл жасайтынын айтады. Тал бойында бір мін жоқ жап-жас сұлу қыздың бұл жаратылысына таң қаласыз. Дәрігер қызды бақылауға ала бастайды. Бір күні бұл жағдайды өз көзімен көреді. Бол, қасыңдамын, қорқпа. Қасыңдамын. Қазір басылады. Алманың жағдайында оң қол өмірдің боямасыз шындығы. Әрине үлкен бақытсыздық. Ал сол қолмен қаншама қиянатқа барып, не бір күнә жасап жүрген адамдарды ойлап көріңізші. Жас дәрігер Алманың бойындағы сұлулық пен көркемдікке, тағдырының мұншама қарсы келгеніне түсіне алмай, оны үнемі бақылауға алады. Әрі ұнатып қалады. Жақын тартады, сырласқысы келеді. Мен оны күзетемін деп өзіне серт береді. Сондай күндердің бірінде қыз арманын айтады. Тар қапастан шығып, далаға серуен құрғысы келеді. Әрине жігіт тәуекелге бел буып, дәрігерлік қағидасын бұзып, қызды көшеге алып шығады. Қыдыруға да уақыт жоқ. Қызыммен қыдырып келейін деп едім, пациент тұрғанша. Әрине, бар келіңіз. Көп рахмет. Егер біреу келіп тексеріп жатса, мен осында деп айты, е? Уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Жақсы. Көп рахмет. Жауратқан күн мұңды неткен қоңыр салқын көзге, тербетілген ақ қайыңның жапырағын үзді. Арманымның айдынында егіз аққу жүзді. Ғашықтарға қатал тағдыр айырмасын бізді. Жібегім бол, тілегім сол. Жас маман дәрігер ретінде де өз антына адал қызмет еткісі келетін, жауапкершілігі мен жүрек толқынысымен көмек қолын созуға асығады. Алманың өмірі тек өзінің қолында тұрғандай сезінеді. Жазушының осы нәзік сезім иірімдері мен үміт пен шытырман оқиғаға толы әңгімесін оқуға кеңес беремін. Біз әдетте тұлғаның жүзіне ғана назар аударамыз, ал ішкі әлеміне үңіле бермейміз. Жан дүниеміз тазармай, сыртқы бейнемізде сүйкімді болмайды. Оң қол әңгімесінің негізгі идеясы да осы. Жаңа Қазақстанды құру оқитын білімді зиялы ұлттан басталады. Ел болып бірігіп кітап оқиық.